9-шы сыныпта 4-ші тоқсанда Python программалау тілінде екі өлшемді ойындар құру тақырып. Бұл тақырыпта ең бірінші Python бағдарламасына Python Game кітапханасын қосу керек. Ойын терезесін жасау үшін Python Game кітапханасын дайын модульдерін пайдалану керек, ойынның артық фонын құру керек дейді. Осында оқушылар Python кітапханасын орнатуда көп қиындықтарға кездесті. Python программасында сондықтан осы фильмді түсіріп отырмын. Ең бірінші қиындық Python бағдарламасын орнату кезінде. Python бағдарламасын орнатқан кезде Python.org сайтына кіріп, Download Python 3.8.2 деген версияны қойған кезде, егер операциялық жүйе Windows 7 болатын болса, онда сервис пак 1 жаңартуларын сұрайды. Сондықтан Python 3.7 версияларын қойған дұрыс. Оны таңдау үшін Download Windows. Осының ішінде қараймыз 3.7.4 версиясын. 3.7.4 версия. Осы 3.7.4 версияның ішінде мынау 32 және 64 разрядты операциялық жүйелерге жарайды. Іске қосамыз, жүктейміз. Python 3.7.4 жүктеліп жатыр. Копировать, көшірілді. Осылардың біреуін копировать, дистр, орнаттым. Егер мына жерден көп таңдау қиын дейтін болсаңыздар, онда мектептің сайтына да қойып қойдым. Ол жерден ешқандай іздеудің қажет жоқ. 3W2BZDKZ Python бағдарламасының жүктеудің екінші бір әдісін көрсетіп жатырмын. Оқушыға әдістемелік материалдар, информатика пәнінен әдістемелік материалдар тұр. Осының ішіне Python 3.7.4. Осылайда жүктеуге болады. Онда скачать дегенді басамыз. Орындалады. Енді көшіріп болғаннан кейін, алдын ала мен Python 3 деген папка ашып қойдым. Осында орнататын болам. Дистрибутивтің ішінен Python 3.7.4 іске қосам. Запустить. Мынаның ішінен Pythonның жолын көрсетуді міндетті түрде басу керек. Егер бұны көрсетпесек, онда Python Game кітапханасы орнатылмайды. Мына екеуінің ішінен жаңа жолды таңдаймыз. Мына галочкалар қалады. Next. Мына жолды өзгертеміз. Ол үшін көрсетеміз. Қайда өзгертетімізді? Python 3. Python 3-ті көрсеттік. Окей. Install. Да. Жүктеліп болғаннан кейін тексереміз. Мына жерден пуск. 3.7 деп тұр. Мына модуль докс бізге керегі біріктірілген программалау ортасы. Ол үшін біз жазамыз Python деп. Python деп жазған кезде шығып тұр. 64 версиясы орнатылды. 3.7. 3.7. Іске қосып тексеріп көруімізге болады. Енді біз мынаның ішінен Python библиотекасын іске қосып көрейік. Сақтаймыз, файл сейв, бірақ қазір ол орындалмайды. Өйткені біз Python библиотекасын қосқан жоқпыз. Run F5.
міне Pythonның библиотекасы іске қосылған жоқ деп тұр. Сондықтан біз Pythonның библиотекасын іске қосу үшін оны жабамыз. Енді Python бағдарламасы орналасқан жолды, оның ішіне, мына скриптің ішіне Pythonның библиотекасы орнатылады. Ендеше осы жолды ерекшелейміз. Копировать. Командалық Windows'тың командалық жолына көшеміз. Міне шықты. Енді біз мына библиотека орналасқан жолға ауысуымыз керек. Ол үшін MS-DOS-тың cd деген командасын орындаймыз. Сосын оң жақ перне, оның ішінен вставить. Python 3-ке скрипт папкасына өтеміз. Өтіп болғаннан кейін, енді Python библиотекасын импорттаймыз. Ол үшін орындалатын команда pip install pygame. Барлығы дұрыс орнатылды. Енді қайрадан іске қосамыз. Бағдарламалау ортасын намынды таба алмай тұр. Сондықтан пуск жазайын Python деп. Мен шықты. Файл новый жаңа. Енді мынаның ішіндегі сақтаймыз. Файл save бар дейді. Енді іске қосамыз. Run модуль. Не шығып тұр. Python библиотекасы іске қосылды.